Цифровизация болса, сол пара жойылады. Ал мына үлкен параларды мысалы жұрттар байқамайды. Ондайлар әлде де бар. Ұсталып та жатқаны бар, ұсталмай жатқаны да бар. Сондықтан мен ол нағыз мемлекетке зиян келтіретін пара, ол мына 100 теңгелік па, 100 миллион теңгелік па, оның несі жоқ, айырмашылығы жоқ. Пара деген сөз не ол? Біреуге сенің өзің функционалдық міндетіңді ақшаға сату. Мен функционалдық міндетімді ақша төлеп жатыр, мысалы, мемлекет. Айлық. Мен оны тегін істеу керекпін. Соны мен саған сатып жатқан жағдайда пара деп есептеледі. Ол бір. Екіншісі, мен өзімнің функционалдық міндетімді асыра пайдаланып, саған тиесілі несібені басқа біреуге беріп жүрсем.